Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кәдіден, яғни кабачкиден ұн, тұз, қарабұрыш, жұмыртқа, сарымсақ қосып өте дәмді оладьи жасайтын боламыз. Ол үшін кәдімізді жақсылап жуып, үккіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Осы массамыздың үстіне тұзымызды қосып, араластырып, тұзы сіңгенше 5 минутқа қойып қоямыз. Ішінен қосатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін укропымызды алып, жуып кептіріп аламыз. Майдалап тураймыз және ыдысымызға орналастырып, осы массамыздың үстіне сарымсағымызды майдалап турап қосамыз. Достар, менің каналымда көптеген тағамдардың, тәттілердің және де сусындардың, салаттардың түрлі рецепттері бар. Өздеріңізбен бөлісемін. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқамызды қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осы массамыздың үстіне укроп, сарымсағымызды қосып, әрі қарай араластырамыз. Біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді кәдімізді суын сығып, бөлек алып алатын боламыз. Суы сығылған кәдіміздің үстіне сұйық массамызды, яғни жұмыртқа, укроп, сарымсағымызды қосып араластырып, татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз және аз-аздан ұнымызды қосып отырып, орташа қоюлықта бізде масса дайын болады. Оладьйіміздің қамыры дайын болды. Қызып тұрған ыдысымызға майымызды құйып, біраз қасықтан салып, кәдіден болған оладьйімізді екі шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің оладьйларымыз дайын болды. Дайын болған оладьйімізді қаймақпен немесе майонезбен дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.